Сенесіздер ме? Ол кісілермен, яғни екі жанның сөйлесіп жүргеніне біраз уақыт болыпты. Тіпті 1 жыл дейді. Ашылар шындық ашылуға дайын. Қарсы алайық қонағымызды, келіңіз. Қош келіпсіз. Саламатсыз ба, Балауса ханым? Ассалаумағалейкум. Туған күніңізбен мен шын жаңа ғана естідім. Үлкен рахмет. Айып етпеңізші. Жоқ, етпейді, қойыңызшы. Білесіз ғой, мен әрт жігітпін ғой мен. Маған сіздің әңгімеңіз қызығырақ болып тұр. Иә, енді бүгін бір өтті бірақ ол күн, бірақ сонда да ерекше күн. Бізге 3 мамырда Ақерке екеуміздің ең бірінші рет, алғаш рет көріскенімізге 1 жыл болған. Мәссаған, 1 жыл уақыт өтіп кеткен, қалай тез өтті Сол барлығы. 1 жыл бұрын көріп, құлап, не істерімді білмей үйге барып ұйықтай алмай. Ал құтты болсын 1 жылдықтарыңыз. Сержан, Ақерке, екеуіңізді құттықтаймыз, 1 жылдықтарыңыз құтты болсын. Енді Сержан тосын сый жасап сізді құттықтауға Иә, мен енді кішігірім бір көңіл бөлейін деп, осындай гүл шоқтарымен келейін деп шештім. Қазір енді соңғы кездері мен жақтан шыны керек өте көңіл күйім жоқ. Мен кішкене салмақ қолап жатыр едім соған. Настроением жоқ ой үшін. Түсінеміз енді. Бүгін қуантып кішкене. Жарайсыз. 3 күні біздің таныс анандай осы жерде таныстық емес. Ең алғашқы рет, бірінші рет өмірімде бүйтіп көрген кезім ғой. Көргеніңіз, оның өзі мереке ғой. Сержан, енді бәлкім бір өлең шумақтарын оқып жіберерсіз, сезіміңізді білдіріп. Ты так красиво деп әңгіме беріп тұрсың. Онда жоқтым мен баласы. Ондайға жоқсыз ба? Просто енді бірінші рет көрген кезде енді сол нәрсемді айта салайын. Ең алғашқы рет бірінші рет көрген кезде бүйтіп қарап, мына қыз қандай екен деп. Анау болады ғой, іште бір қатып қалған ұшқыншы сол бүйтіп оянды ғой. Осы қызбен мен танысам түбі дедім. Үйге бардым, 2-3 күн ұйықтай алмадым. Енді сөзіңізді бөлейін, барлығын айтып бересіз. Ақеркенің де не айтатынын тыңдаймыз. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.